Депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы премьер-министріне бағытталады. Құрметті Әлихан Асханұлы, су қауіпсіздігі ұлттық қауіпсіздігіміздің бір тармағы. Өздеріңізге белгілі, соңғы уақытта елорда тұрғындары су тапшылығы сезініп, осы мәселеге қатты алаңдаулы. Елорданың қарқынды дамуына және қала халқының өсуіне байланысты Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны сумен қамтамасыз ету бойынша жобалық қуаттардың жеткіліксіздігін айтып, тұрғындарға суды кесте бойынша төмен қысыммен беруге мәжбүр екенін жеткізген болатын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында су қауіпсіздігін қамтамасыз ету стратегиялық маңызы бар міндет. Алдағы уақытта су мәселесі ушығып кетуі мүмкін. Сол себепті бізге оның алдын алу қажет деді. Яғни алдағы уақытта елімізде су тапшылығы мәселесі бірінші орынға шығады. Дүниежүзілік зерттеулердегі болжамдарға сүйенсек, 2040 жылға қарай Қазақстандағы су тапшылығы 50%-ға дейін жетуі мүмкін. Қазіргі уақытта Астанада судың тапшылығы тәулігіне мөлшермен 30 мың текше метрді құрайды. Жергілікті биліктің айтуынша, биыл жазда пайдалануға берілетін нөмір 3-ші су сорғы сүзгі станциясы бұл мәселені толық шешіп, алдағы 5 жылда елордадағы судың тапшылығын болдырмауға мүмкіндік береді. Дегенмен, Астанадағы су тапшылығына әсер етіп отырған негізгі фактор құрылыс жұмыстарының қарқын алып, әсіресе Есілдің сол жағалауынан көп қабатты үйлердің тығыз салынуы. Сондықтан алдағы уақытта қалада салынып жатқан көп қабатты үйлердің бәріне тексеріс жүргізіліп, қанша мөлшерде су жұмсалып жатқанын есептеу қажет. Аспанмен тірескен көп қабатты тұрғын үйлерді салардан бұрын сумен қамтамасыз етілу есебі алдын ала жіті жасалғаны абзал. Ескі үйлердің арасына тығыздап үйлер салуда үрдіске айналып, оның кесірінен қалыптасқан су жеткізу жүйесін өзгертіп қана қоймай, апатты жағдайларда туғызуы мүмкін. Көпшілік білетіндей, Қазақстан негізінен Қытай, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен келетін суды пайдаланады. Ал 4 миллионнан астам қазақстандықтарды сумен қамтамасыз етіп отырған ертістің суы өндіріс пен кәсіпорындардың салынуынан, заңды тұлғалардың, шаруа қожалықтарының, кооперативтердің суды көп көлемде пайдалануынан, үнемдемеуінен, сондай-ақ экологиялық жағдайларға байланысты азайып отыр. Соның салдарынан Астана қаласында сумен қамтамасыз етеді деп жоспарланып отырған Ертіс Қарағанды каналының су мөлшері де келешекте айтарлықтай төмендеуі мүмкін. Жоғарыда аталған мәселелерді ескере отырып, төмендегідей ұсыныстарды жолдаймыз. Ертістің суын Қаныш Сәтпаев каналы арқылы елордаға бұру бойынша жобадан басқа да баламалы бағыттарды да қарастыру. Суды бөлудің халықаралық тәжірибесіне сәйкес халықаралық құқыққа негізделген трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа модельдерінде ойластыру. Су тапшылығы проблемасы бар елдерде сәтті қолданылып жатқан суды үнемдеуге септігін тигізетін заманауи ұтымды инновациялық технологияларды барынша тарту. Сондай-ақ халық арасында суды үнемдеу бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстарын барынша күшейту. Су шаруашылығы саласындағы кәсіби мамандардың, су шаруашылығы инженерлерінің, суды тазартудың, суды қамтамасыз етудің, су шаруашылығы құрылыстарының заманауи технологияларын игерген мамандарды даярлау. Су ресурстарын кешенді басқару саласындағы ғылыми зерттеулерді және білім беру жүйесінің әдістемесін жаңартуды сұраймыз. Құрметті Әлихан Асханұлы, Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27-ші бабына сәйкес сізден жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша тиісті шаралар қабылдап және толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен депутаттар, Жексенбай Бекенов. Рахмет.